Мен бүгін сағат 5:30-да тұрдым. Тұрғаннан кейін төсегімді жинап, далаға шықтым. Бүгін сыртты тазалайтын күн. Салқын болып тұрсын деп мен қақпаның алдына су шаштым. Және де суық судан итім Арниге де құйып алдым. Сырттағы осы екі ағашты үнемі мен қиып тұрамын. Бірақ соңғы кездері жұмыс өте көп болғандықтан оларға қарауға уақыт болмады. Осындай шаруа істеген кезде әйтеуір Арни жанымда болады. Ішім піспайды. Бірінші ағашты қию оңайырақ болды. Екінші ағашқа келгенде қиындықтар басталды. Телефоным қайта-қайта жерге түсе берді. Екіншіден қайшым өтпей қалды. Мен оны қайрап көруге тырыстым, бірақ еш көмектеспеді. Бір кезде орақ алып келдім де, қиылмағандарын сонымен орып жібердім. Тағы да бір қиындық ол ағаштағы бүргелер. Ағаш қозғалған сайын олар менің денемді жыбырлатады. Әйтеуір ағашты қиып болдым да жерді тазаладым. Қақпаның алдында біраз сыпырып қойдым. Нәтижесі қалай болды?